Құрметті Атырау қаласының тұрғындары мен қонақтары, сіздерді 2019 жылдың 11-14 қыркүйек аралығында Атырау облысы әкімдігінің қолдауымен облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының ұйымдастыруымен өткізілетін көрнекті ақын, Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Фариза Оңғарсынованың 80 жылдығына арналған патша сөздің Фаризасы апталығын тамашалауға шақырамыз. Апталық аясында 11 қыркүйек күні сағат 10:45-те Халел Доспамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде Фариза Оңғарсынова көрнекті ақын, қоғам және мемлекет қайраткері атты республикалық ғылыми-практикалық конференция. Сағат 18:00-де Құрманғазы атындағы мәдениет сарайында ар мен ақын қойылымы. 12-13 қыркүйек күндері сағат 10:00-де облыстық халық шығармашылық орталығында жыр жұлдызы Фариза республикалық ақындар айтысы. 12 қыркүйек күні сағат 16:00-де Шаймерден Сариев атындағы көркем сурет және қолданбалы сәндік өнер музейінде поэзия падишасы бояулар тілінде атты республикалық симпозиумы. 13 қыркүйек күні сағат 14:00-де Құрманғазы атындағы мәдениет сарайында Фариза Оңғарсынованың өлеңдеріне жазылған республикалық ән байқауы. Сағат 17:00-де Нұрмұхан Жантөрин атындағы облыстық филармонияда Фариза жұлдыздары жас ақын жазушылар клубының поэзиялық кеші. 14 қыркүйек күні сағат 10:00-де Исатай ауданы Қыстау ауылында Фариза тұнық жырдың тұмары атты мерекелік концерт. Сағат 18:00-де Құрманғазы атындағы мәдениет сарайында қорытынды мерекелік шара өткізіледі. Келіңіздер, көріңіздер. Кіру тегін.